Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сгущенка керек. Оның үстіне жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне еріп тұрған сары майымызды да салып жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне құрғақ массаларымызды саламыз. Електен өткізілген ұнымызды, разрыхителімізді және қалауларыңыз бойынша ванилинді салып жақсылап араластыруды жалғастырамыз. Дайын болған сұйық массамызды осындай силиконовый ыдысымыздың ішіне құйып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің пирогымыз осылай болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.